Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім. Есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог, диагноз дәрігер. Бүгін сіздерге холтер аппараты не үшін қолданамыз, холтер аппараты дегеніміз қандай аппарат екенін таныстыратын боламын. Видеоның басында айтып кеткендей, мен тек қана кардиолог қана емес, функциональды диагноз дәрігерімін. Бірінші ол аритмияларды анықтау үшін, екінші ол емімізді бақылау үшін. Біз аритмияны анықтап алдық, ары қарай тағайындау жасаймыз препараттар арқылы. Үшінші ол кейбір белгісіз жағдайларда, науқастарда аяқ асты, әлсіздік, бас ауруы, бас айналу. Бесінші ол жүректің ишемиялық аурулары бар жоқтығын анықтауға болады. Лайк басуды ұмытпаңыз, комментарийға сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіз.